Жаңа Camry құтты болсын ағайын. Ямаса Кудасай, елімізге ресми машинадан бұрын қытайлық нұсқасы ертерек кіріп қойды. Модель расымен жаңа ма? Бүгін анықтап зерттейміз. Ассалаумағалейкум баршаға. Қаскалеса KZ эфирде. Бастаймыз. Былтырғы жылдың соңында америкалық нұсқасы қалың жұртқа паш етілгенде айтып едім. Бұл фейслифтинг немесе терең рестайлинг деп. Автомобильге мініп көргенде тұжырымдама рас болып шықты. Camry буын алмастырған жоқ. Индексі XV80 болса да, мен бұны Camry 78 деп атаймын. GAK платформасы қалды. Күшті құрылымы өзгеріссіз. Шетінен қараш, есік пен әйнектері 70-тік қо. Автомобильдің ені тура бұрынғыдай. Бампердің арқасында ғана ұзындығы 3 сантиметрге өсті. Тұмсық дизайны Prius пен Crown сияқты Toyotаның ортақ корпоратив стиліне келтірілген. Қытайда екі вариант таңдауға берілген. Ромбыланған бампермен 17 дюймдік дисклер және агрессивті бампермен 19 дюймдік дисклер. Шолудағы сияқты спорттық вариант әлде қайда әдемі. Машина жаңа сатылымда тұр. Көлік иесі ол жеке көп жүрмей қайтарып берші деді. Сондықтан айтқаны мен үшін заң. Жаңа Camry жайында алғашқы әсермен ғана бөлісейін, сол себепті ролик қысқа болатын шығар. Жұмсақтығы Camry'дің фишкасы ғой. Бұл фишкасы сақталды, көбейін тіректі аспасы жолдағы гидр бұдырды жұтып үтіктеп тастайтындай. Және қосарлы әйнектің арқасында дыбыс изоляциясы бұрынғыдан да жақсара түсті. Осы бірден байқалған нәрсе. Қытайлық 80-дікке зауыттан Bridgestone немесе Dunlop қойылады. Дискаларын қараш. 75-тіктен кейін өтті балғын көрінеді. Ал анау жылдамдыққа дым әсер етпейтін бампердегі сплиттерге ұқсас деталі көркіне плюс 10 қосып тұр. Бампердің периметрінде парктрониктер, ал дистрониктің негізгі датчиктері алдыңғы әйнекте. Көмекші радар бампердің қақ ортасында. Радиатор торының алты бұрыш ұяшықтары тым ірі екен. Тас шыбын шіркей ұшып кеп жұмысына әсер етуі мүмкін, сондықтан сетка орната салған абзал. Бас оптика бамперге көшкен жоқ, бәрі орында, бірақ стилистикасы мен дизайны C әрпіне келтірілген. Жоқ, C емес, К шығар, Camry ғой. Автомобильдің арты алдыңғы бөлігінің айнасы секілді, мұнда да С әріптері, диодты оптикасы әдемі жанады. Спойлері оригинал. Мұна жазу нені білдіретін ертеректі айттым емес пе? Guangzhou автомобиль зауыты 2.0 Atmo Sport Edition. Қытайлар опциямен қызықтырады ғой. Әкең ауыз сүгендер ақшаға артығымен беруге тырысады. Мынада мысалы проекциялық монитор орнатылған. Жол белгілерін оқу функциясы бар. Аралық сақтау, жолақта ұстау, адаптивті круиз контроль, қауіпті ескерту функциясын айтпай қойдым. Қазір Camry'дің тіпті базалық нұсқасында Toyota Safety Sense 3.0 актив қауіпсіздік жүйесі орнатылады. Бұл керемет нәрсе. Америкада Grand Highlander'ге түсірген шолуда ол туралы айтып бердім. Көрдіңіздер ме? Көрмесеңіздер, мінеке сілтеме. Бұл Camry ауылдағы апамның гәлөші секілді. Сырты қара, іші қып-қызыл. Салонда 70-тен айырмашылық көп. Жаңа материалдармен бірге жаңа декор элементтер келді. Қытайлық седанның панелі жұмсақ, медиа системаның үлкен мониторы орнында қақайып қалды. Климат жүйесінің дефлекторлары формасын ауыстырып, климат контроль физикалық батырмалардан айырылды. Орындық жылыту. Қытайлардың көтенінде термостаты бар ма? Түсінбедім, неге екені белгісіз. Орындық жылыту функциясынан қашады. Бензин моторлы Camry сатып алсаң, оны қосымша опция ретінде орнату мүмкін емес. Қараңыздар, жаңа Camry'дің интерьер архитектурасы өзгерді. Алькантара тез жұмсақ материалдар. Екіге бөлінген дәу панорамалы шатыр, климат контроль блогы сенсорлы бетіндегі тегіс материал оң жақтағы есікке дейін жалғасады. Меңгерік дизайны өзгерді. Батырмалары чөтке, әрі анық оқылады. Консольда ұсақ түйекке орын көп. Оппана, трансмиссия селекторы баяғыша қалыпты ғой. 70-тіктен артық қалған орната салған сияқты ғой. Телефонда сымсыз қуаттау жүйесі бар, автохолд батырмасы, электронды тұрақ тежеуші. USB Type-A баз кешті. Енді тек қана Type-C, алдында үшеу, артында екеу. Саймандар панеліндегі мәзірді ағылшын тіліне ауыстыруға болады, бірақ бұның мультимедиаға қатысы жоқ, бәрі қытайша. Төбеде орын көп, плафондары Lexus'тағы сияқты сенсорлы. Әрине, қазақтар үшін Camry қашанда D-класс королі болып қалады. Әрине, артта аяққа орын көп. Және
Алдыңғы оң жақ жолаушыны адам қатарына қоспау, намысын таптау, бүктеу функциясы қосылыпты. Тура сол Camry 70-тегі сияқты мотор, алайда 150 емес, 173 ат күшіне қуатталған. Бізде 2 литр вариатор онша сатылмады. Дұрыс айтқанда, сұранысқа ие болмаған. Ит жоқта қорада шошқа үреді дейді ғой. Вариатордан басқа вариантымыз жоқ әзірше. Бензин, гибрид. Елімізде гибридтен қорқатындар көп. Ал қорықпайтын авантюристерге қазір артықшылығын айтып берем, аудиторияға ұнайды деп ойлаймын. Бұл да 150 ат күшіне қуатталған 2 литрлік қозғалтқыштан бөлек 83 киловаттық электромотор бар. 83 киловатт дегеніміз 112 ат күші. Яғни автомобиль моментте күшенген сәтте бензиннен әлде қайда жылдам. Сондай-ақ гибрид сатып алғандарға ғана орындықты жылыту, суыту функциясын орнатып, мынандай ерекше түс таңдауға мүмкіндік беріледі. Мына түстің аты Cyber Grey, яғни киберсұр. Реңі қандай әдемі? Малярдың қорқынышты түсі. Ақтан көкшіл сұрға ауып төгіліп тұр. Бұл опцияның бағасы $300. Хайбридтің 100-ге сұйық отын тұтынуы паспорт бойынша 4-те 2 литр. Меніңше өмірде 5-5,5. Бірақ осы көрсеткіштің өзі керемет емес пе? Автомобиль төмен жылдамдықта тым-тырыс жүреді ғой. Вариаторға келетін болсақ, CVT-дің 10 виртуалды адымы бар. Toyota'ның Direct Shift технологиясы туралы естіпедіңіздер. Вариатордың алғашқы адымы механикалы. Тегершік жұбы жетекші және жетектегі білікті құлыптайды. Осы күйінде автомобиль сағатына 55 шақырым жылдамдық алады. Ары қарай баудың жұмысы басталып, динамика арта береді. RAV4-те тура осындай конструкция. Direct Shift технологиясы бауға жүктемені азайтуға көмектеседі. Шкив диаметрі кішірейіп, тораптың сенімділігі артты. Білесіздер ме, америкалықтар таза бензинмен жүретін Camry'ден бас тартты. Ол жақта 2,5 литрлік гибрид қана сатылады. Ал Қытайда 2.0 атмы және 2 литрлік гибрид саудаға түсті. Айтпақшы, дәл осы шолудағы автомобиль сатылады. Иесі Колеса KZ-те хабарландыру іліп қойды. Сипаттамада сілтеме бар. Жалпы Колеса KZ автомобиль сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобильді қосымша жүктеп қолданамыз. Алдыңғы тіреуіш пен артқы есіктің формасы сәл-пәл өзгерген ау. Байқасаңыздар, 70-тікте артқы есігінің мына шеті бүйтіп шығып тұрады, ал 80-тікте қиылғандай. Былайынша вариатор маған ұнайды. Көп ойланбайды, қатпайды, теппейді, газ педаліне ықыласпен жауап береді. Camry'дің марқұм V6 3.5 мотор еске түспей тұрғанда, седан қатардағы автомобиль ретінде тәп-тәуір қабылданады. Расын айтқанда, холостой істеп тұрғанда дыбысы бір түрлі екен. Dynamic Force отбасының мотор индексі M20 CFKS. Бұда 4 цилиндр, комбинацияланған отын бүрку 92 құйға болады. Өйткені газ үлестіру фазаларының диапазоны кең. Енгізу клапандары кешігіп жабылатын болған соң қысым дәрежесі геометриялықтан ауытқиды. Соның арқасында бензин сапасына қатты алаңдамайсың. Капотының жабылу дыбысын тексеру дәстүрге айналды. Көрейік. Бұрынғыдан сәл жақсарды. Дзың деген хрустальдың дыбысы жоқта. Расын айтқанда, XV70-тің екінші рестайлингі модель буын алмастырмады. Технологиялық тұрғыда Camry алға қадам баспаса да, ликвидтігін керемет сақтайтын модельдер қатарында біреуі һәм бірегейі ғой. Мысалы, қара. Отбасыда қыз ұзатылып жатыр делік, немесе ұлыңыз келін сүрді. Аяқ асты той жасау керек болса, нарықтағы бағасына сәл түсіріп өткізіп жібересің, ақшаң қалтада. Өмірде неше түрлі болады ғой. Туысың қатты ауырып қалса, аяқ асты ота жасау керек болса, дәл жаңағы әрекет қайталайсың, ақша қалтаңда. Яғни қазекем Camry'ді көзінің қарашығындай сақтап келесі клиентке дайындайды. Шегірткелік маған емес саған керек еске бауа тірліксте. Жанамай қауа үрлеп тұрдым кеше таңғы сағат 8-де. Неліктен күнделік бақытым бөлмеде құрап жаздым немінде. Вариаторын қанша мақтаса да дәстүрлі гидромеханикаға жетпейтіндей болып тұрады. Қабат дегені 2,5 литр автомат және 200-ден астам аттың күші болғанда қатып кететін еді. Ресми автомобильдерді күтеміз, ал егер америкалық нұсқасын тезірек түсір десеңіздер, пікір жазыңыздар. Мен мұхит асуға дайынмын. Келесіде жүскенше аман сау болайық.